Мәселені пара арқылы шешу әлдеқайда жеңіл деп ойлайсыз ба? Заңсыз сыйақы ретінде берілген азғантай сома жұмысыңызды жеңілдетеді ме? Немесе сіз мемлекеттік қызметкерсіз және пара үшін мансабыңыздан, беделіңізден тіпті бостандығыңыздан айырылуға тәуекел жасайсыз ба? Ойлану керек. Айлық есептік көрсеткіштен көп ақша алғаныңыз үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Ал бұл өмір бойы сүйегіңізге таңба. Қылмыстық кодекстің 366 бабы пара алу. Ол үшін сізге пара сомасынан 20-50% есе көп айыппұл қарастырылған, немесе 5 жылға дейін бас бостандығыңыздан айырылуыңыз мүмкін. Оған қоса мүлкіңіз тәркіленеді. Егер қомақты қаражат алсаңыз, онда жаза тіпті қатаңдайды. Айыппұл пара көлемінен 50-60 есеге артады және 3-тен 7 жылға дейін абақтыға қамайды. Пара берген адамда жауапкершілікке тартылады. Қылмыстық кодекстің 367 бабы бірінші тармағы бойынша пара көлемінен 20-30% есе көп айыппұл, әлде 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру. Егер сома қомақты болса, айыппұл көлемі 30-40 есеге артады, немесе 3-тен 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған. Барыңды бәйгеге тікпе, адал жұмыс жаса.